Жаңа пост қосымшасына тіркелу үшін мен жіберген сілтемемен өтесіз. Промокод деген осы. Мынадан қателесіп кетпеңіздер. Салған ақшаларыңыз алаға кетіп қалатын болады. Сол себептен де мына мұқият қарап алыңыздар. Мына осы сілтемені осылай басасыздар. Жүктеп алу. Установить. Ашып регистрациядан өтесіздер. Телефон номерлеріңізді жазасыздар. Көрдіңіздер ме? Тіркеліп кетті. Енді мына жерде тіл таңдалып тұр, қазақша. Енді бөлімшені таңдайсыздар. Бөлімше тізімін қарау. Мына жерде местоположениені қосасыздар. Мына бөлімше өзгерді деді. Артқа шығасыздар да, енді жеке ақпараттарды енгізесіздер осы жерге. Мына жерде жаңа алушыны қосу деп удостоверениенің міне алдыңғы көрінісі, одан кейін артқа көрінісін түсіретін боласыздар. Міне көрдіңіздер ме? Былай ұстап тұрған жоқпын, алып жіберіп едім, кетіп қалды. Енді қайтадан қызыл X-ті басып, қайтадан түсіретін болады. Осылай әбден ұстап тұрамыз, қашан анық түсіргім келген. Міне осылай ұстап тұрамыз. Көрдіңіздер ме? Удостоверениені алды. Енді артқы көрінісін түсіреміз. Артқы көрінісі тура солай, осылай ұстап тұрамыз. Міне түсті. Әдемі түсті, көрдіңіздер ме? Удостоверение. Жалғастыру дейміз. Мына жерге қайтадан қаламызды жазамыз. Осы жерге қайтадан қала Ақтөбе. Мен Ақтөбеде болғаннан кейін Ақтөбе. Оның ішінде қайсысы Ақтөбенің ішінде? Мысалы Ақтөбе ауданы болса Ақтөбе қаласын саласыздар. Бөлімшені тағы таңдайсыздар осы жерден. Көзапыт 1 деп салайын. Мекен жайға оның ішіне кіргеннен кейін өзгертіледі. Біз басында регистрациядан өтіп алуымыз керек қой. Мына жерге номерлеріңізді қайтадан жазасыздар. Түсінікті ғой, міне. Қала жазасыздар, сосын мекен жайға Ақтөбе деп жаза салыңыз, негізі көше бәрі жазылу керек. Сосын телефон номері жалғастыру дейсіздер. Мына жерге қол қояды. Қолтаңбаны салу деген көкті басамыз. Мына жерге өздеріңіздің қолдарыңызды қоясыздар. Жаза салайын. Осылай имажды сақтау. Жалғастыру. Міне. Көрдіңіздер ме? Барлығы әдемі болып тіркелді. Міне. Енді артқа шығамыз. Төмен жағында міне байқасаңыздар қызметтер деген тұр. Міне. Осыны басасыздар. Мына жерден курс дегенді басасыздар. Сабақ ашылды. Көрдіңіздер ме? Негізгі сабақ 62500. Промокод арқылы алатын болсаңыз 12500 теңгеден. Сосын мына жерге келіп промокодты енгізу дейсіздер. Мен жіберген промокод ол мін тұр. Міне. Екеуі бірдей. Мына жерден сіздер ала алмайсыздар. Олар сілтемесі көшіріп кетеді. Мен осылай жазып алсаңыздар болады. Мына жерден дәл осылай бірінші жазып алыңыздар. Қате кетіп қалмасын, тағы да қайталап айтамын. Сол себептен де осылай бірінші көшіріп алып тексеріп аласыздар промокодты. Үстін басасыздар, сосын оң жақ мына жерде 3 нүкте тұр міне. Осыны басып копировать деген басасыздар. Көшірілгеннен кейін осы жаңа пост қосымшасына қайтадан келесіздер да осы жерге промокодты енгізесіздер міне. Промокодпен сатып алу дейсіздер. Сосын мына жерде қаражат жеткіліксіз, толтырасыз ба дейді. Иә дейсіздер. Мына жерге міне $30. Мына жерге өздеріңіздің карталарыңызды жалғайсыз. Каспи болса, Каспи басып, содан кейін $30 деп толықтыру дейсіздер. Ол мына жерге түсетін болады $30. Осы жерге түседі. Содан кейін барып қайтадан промокодты жазып, осы промокод жазып қайтадан сатып алатын боласыздар. Промокодпен сатып алу дейсіздер. Шот жеткіліксіз, толтырасыз ба дейді. Иә дейміз. Мына жерге $30 деп жазғаннан кейін ақшаларыңыз мына жерге түсетін болады. Мынаған түскеннен кейін промокодты қайтадан жазып, осы жердегі ақшаны промокодқа төлеп жіберетін боласыздар.